Сондықтан мына жерде нақты жазылып кетеді, сіздер ұсынып отқан идея ұсыныста нақты жазылып кетеді. Сол өзінің жаңағы лауазымына байланысты, атқарған қызметіне байланысты жасалған іс-әрекеттерді ұйымдасқан қылмыс ретінде, қылмыстылық ретінде тануға болмайды деген. Енді не істейміз? Қайырлы күн. Бүгінгі қонағымыз Ерғазы Ерденұлы Қаженов, адвокат, заң ғылымдарының кандидаты, қылмыстық құқық жөніндегі кітаптардың, монографиялардың авторы. Өткен отырыста осы бүгінгі талқылайтын кәсіпкерден қылмыскер жасамаудың амалдары, кәсіпкерлерді қылмыстық істің шеңберіне, кәсіпкерлерді қылмыстық істің шеңберінен алып қалу үшін Ақжол фракциясы мәжілістегі өзінің түзетулерін бірнеше заң жобаларына жіберген болатын. Соны өткен жолғы әңгімеміздің жалғасы. Ереке, қош келдіңіз. Мынау біздің түзетулерді сізге берген болатынбыз, танысып қарап шықтыңыз. Енді сіздің мына заңгер ретінде, адвокат ретінде, ғалым ретінде осы біздің түзетулер туралы сіздің комментарийларыңызды бүгін естісек деп едік. Сөз өзіңізде. Саламатсыз ба, Берік Сәлімжанұлы, рахмет шақырғандарыңызға. Алғашқы осы ұйымдасқан қылмыстылыққа қатысты сөзіміз болған еді, өте талқылаған едік. Сіздер берген жаңағы өзгерістер, заңға өзгерістерді қарап шықтым. Осы заңдарда екі заңға түзетулер ұсынып отыр екенсіздер. Ол қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу құқығы кодекстар, осы екі кодексқа. Енді бұл жерде айта кететін, мына қылмыстық іс жүргізу кодексінен бастайын деген едім, себебі мынау өзгерістер ұсынылып отқан сол кодекстің 113-ші бабына ұсынып отырсыздар өзгеріс. Бұл 113-ші баптың аты қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге жататын мән-жайлар туралы айтылады. 113-ші бапта жалпы бәрі осы Қазақстан Республикасында жасалатын қылмыстарды дәлелдеуге қандай мән-жайлар жинау керектігі айтылады. Концептуалды бұл бап. Сондықтан сіздің өзгерістер кішкене ауқымын тарылтып отыр дейсіз бе? Ауқымы аздау болғандықтан ол бәрі қылмыстарға жатпайды ғой. Бұл өзгерістер тек қана ұйымдасқан қылмысқа ғана жатады. Сондықтан бұл бапқа бұндай өзгеріс енгізу туралы мәселе менің ойымша, енді басқа заңгерлердің ойлары болуы мүмкін, басқа ой болуы мүмкін. Менің ойым бойынша осы қылмыстық жүргізуге осы өзгерісті енгізу туралы мәселе ертерек деп ойлаймын. Ертерек оны кішкене дұрыстап, концептуалды жағдайға келтіріп, соның кейін өзгерісті осы бапқа енгізуге болады деп ойлаймын. Енді қылмыстық кодексқа келетін болсақ, авторлар осы қылмыстық кодекс жазған кезде өзінің ішінен оқитын болсаңыз, ішінен қарайтын болсаңыз, заңгер ретінде өзінің белгілі бір техникасы бар. Нақты айтып келетін болсақ, 3-ші бапта жалпы осы қылмыстарға қатысты түсініктемелер беріледі. Мысалы, біздің тақырыпқа қатысты ұйымдасқан қылмыстың түсінігі беріледі. Жаңа айтқанымыз 10 формасы бар деп, солардың түсінігі беріледі. Не болмаса жаңағы қылмыс дегеніміз не, зардап деген не, сондай түсініктер беріледі 3-ші бапқа. Тағы бір техника, ерекше бөлімнің нақты қылмысына қатысты ескерту ретінде жасауға болады. Бірақ бұл техника қылмыскердің жағымды мінезін қалыптастыруын ынталандыру үшін жасалады. Бұл жерде біздің айтып отқанымыз, сіздердің айтып отқандарыңыз, ұйымдасқан қылмыс қатарына тұлғаларды қоспау туралы. Жаңағы айтып кеткен АО, немесе жаңағы нелерде ТО-ларды қоспау туралы мәселе. Сондықтан екінші жаңағы ұсыныстарыңыз, менің ойымша 262-ші бапқа, онда ертеректеу сияқты, мен сіздің 31-ші бапқа өзгерістеріңізбен толығымен келісем. 31-ші бапқа енгізу керек деп ойлаймын, бұны қолдаймын.
ең алғашқы жаңағы ұсыныс сіздердің мынау 31-ші бап бұл 31-ші бап қылмыстық жауапкершілік, солай емес пе? Бүйтіп қарайтын болсақ, біз қылмыстық жауапкершілік туралы айтып отырмыз ғой 31-ші бапта. 31-ші бапқа осы бір мекеменің басшылары, жаңа учредительдерді иесі дейді, басшылары, ішіндегі штаттық қызметкерлерін тек осы жерде жұмыс істеген үшін ғана сол қылмыстық топқа жатқызуға болмайды деген түзету ғой бұл. Иә, мағынасы сондай, дұрыс айтасыз. Мағынасы сондай. Тек ол өзінің қызметтік лауазымын атқарғаны үшін оны қылмыстық топтың мүшесіне жатқызуға келмейді деген. Иә. Солай, осы сіз 31-ші баппен келісесіз ғой? 31-ші баппен келісем, бірақ кішкене нелерін өзгерту керек. Ішіндегі нелердің сөздері бар, кішкене өзгертетін. Мысалы айтып кететін болсақ, соңында жазып кетесіздер, ұсынып отырсыздар, ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасауға қатысты деп. Бұның орнына жаңағы 3-ші бапта көрсетілген жаңағы түсініктемеге сәйкестенді келтіретін болсақ, бірнеше қылмыстық құқық бұзушылыққа оқталған деген соны өзгертсеңіздер деген ұсынысым бар. Сонымен қатар мынау енді бұл редакциялық жаңа түзетулер ғой сіздің айтып отырғаныңыз, иә? Дұрыс айтасыз. Жалпы маңызы бойынша жалпы осы енгізіліп отырған бұның мысалы философиясы дейміз ғой, енгізіліп отырған түзетудің жалпы түсінікті, бірақ ішінде осындай редакциялық өзгертулерді жасап, кішкене өзгертіп, ары қарай қосуға болады деп ойлаймын. Жақсы. Менің ойым сонда. Бұл жаңағы қылмыстық іздестіру, қылмыстық жаңа тергеу жүрген кезде осы бап нақты көмек, мысалы жазасы жоқ азаматтарға нақты көмек көрсете ала ма, жоқ па? Көрсете алады деп ойлаймын. Неге? Себебі алдында айттық қой, ұйымдасқан қылмыстық тобының жаңағы формаларының белгілері бар. Егер сіздер ұсынып отқан өзгерістерді қабылдайтын болса, онда құқық қорғау органдары жаңағы ұйымдасқан қылмысқа қатысты белгілерінің күшін жояды деп ойлаймын. Жақша қалсақ, күшін жояды деп ойлаймын. Сондықтан мына жерде нақты жазылып кетеді, сіздер ұсынып отқан ұсыныста нақты жазылып кетеді. Сол өзінің жаңағы лауазымына байланысты, атқарған қызметіне байланысты жасалған іс-әрекеттерді ұйымдасқан қылмыстылық ретінде тануға болмайды деген. Енді сіз осы тәжірибелі заңгер ретінде осы кейбір жағдайда тағы да өткен жол айттық қой, мына қылмыстық тергеу кезінде дәлелдің жоқтығынан, болмаса да басқа да бір қылмыскерге жатқызуға фактілердің жоқтығынан адамдарды жұмыс істеп отырған мекемелерді, жаңағы бір ұйымды жұмыс істеп отырған, бірден өзінің толық құрамымен ішіндегі қызметкерлермен барлығын қылмыстық топқа бірден бір ауыз сөзбен жатқыза салуға жерге мүмкіндік болмайды. Дұрыс қой, жерге енді болашақ тергеушілер, болмаса болашақ Құдай сақтасын осы іске қатысты азаматтар штаттық жаңағы құрылымдық адамдардың тізімін бірден алып жатқыза салуға болмайды. Солай ғой. Оның қылмысқа тікелей қатысы барын жоғын саралап барып қана, егер бұл біздің түзетуіміз қабылданса, онда былайша айтқанда тергеушінің жұмысы көбейе түсе ме сонда? Дұрыс айтасыз. Бұл жерде жаңа біз айтып кеттік қой, қылмыстық жүргізу кодексінің 113-ші бабында деп, сол жерде нақты мән-жайлар дәлелдеуге тиісті, тергеушінің дәлелдеуге тиісті мән-жайлар көрсетіліп кетеді. Сол жерде айтылып кетеді жаңағы қылмыстың жасау, жаңағы тәсілі, адамы, тұлғасы, қылмыстың белгілері, соларды дәлелдеу керек тергеуші. Оны бір адам сол жерде жұмыс істеді екен деп, оған қатысы бар екен деп, оны қылмыстық жауапқа тарта алмайды. Тартуға болмайды. Оның адамның кінәсін дәлелдеу керек. Енді Ереке, бұл сіздің ғалым ретіндегі айтқан ұсынысыңыз ғой. Жалпы практикада, іс жүзінде өзіңізде осындай сәттер кездесті ме? Осындай мына жаңағы тек қана сол мекемеде жұмыс істеген үшін қылмыстық топтың мүшесі болып кетіп, сол қылмыстық топ деген сипат беріп, ары қарай жаңағы істі одан ары күрделендіріп,
осындай өз тәжірибеңізде кездесті ме осындай сәттер? Бұндай сәттер мен алғашқы кездерде тергеуші болып істеген кезде жаңағы АО Испаткарметтен металл ұрлық фактылар бойынша көп істерді жүргізген. Сонда жаңағы АО Испаткармет АО деп отырмыз ғой. Ол жерде жаңағы цехтың бастығы бар. Оның жаңағы стропольщик дейді, кран дейді, құрылым болғаннан үлкен құрылым болғаннан кейін оның адамдары көп қой. Адамдары көп. Сол кезде жаңағы қатысушы ретінде жаңағы бухгалтерлер жаңағы отношение беретін бұл мысалы, мен мысалы соған цехтың бастығы, оның замдары, соларды тарту мәселелері туындаған кезінде. Сол кезде бұл ұйымдасқан қылмысқа жатқызуға бола ма, жатқызуға болмай ма деген мәселе туындады. Сол кезде мен тергеуші ретінде олардың бірінші ретте жаңа істеген әрекеті бар, айқын түсіп тұр. Жаңағы дәлелдеме арқылы дәлелденіп тұр. Оның субъектив жағын дәлелдеу керек болды. Себебі бұл жерде қасақана болу керек. Адам алдын ала білу керек жасап отқан әрекеті қылмыс екенін. Жаңағы мүліктің иесіне зиян келтіріп отқанын алдын ала сезініп білу керек. Жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз ғой. Стропольщик дедіңіз, жүргізуші дедіңіз, мына жерде тұрған күзетшісі бар. Енді былай түсінікті болу үшін айтып отырмын. Жалпы басқа да азаматтар мысалы оған басшылық тарапынан осындай бұйрық келді. Бүгін осындай жаңа осындай жүкті тиістер шығарасыздар. Ол оның қай жаққа ол өзінің бір қылмыстық қадам жасап жатқанын мүмкін түсініп отырған жоқ шығар. Осы мәселені қалай дәлелденеді сонда? Ол қалай дәлелденеді ме? Енді ертең айтады ол мен бұл маған осындай бұйрық келді, мен күнделікті істеп жүрген жұмысым, мен тиедім де қоя бердім, шықты. Ол жерде мәселе дәлелдеген кезде жаңағы қылмыстық іс жүргізу кодексінде нақты инструменттер көрсетіліп кеткен. Қалай дәлелдеу керегін. Ол жауап алу дейді. Жаңағы очная ставка, проверка показаний на месте деген көптеген әрекеттер бар. Сол арқылы дәлелдейді. Енді кейінгі кезде ақпарат құралдарынан ерекше жиі естіп жүрміз ғой. Тіптен үлкен қомақты қаржыларды мына мектеп директорлары дейді, бухгалтері дейді. Тіптен ол қарап отырсаңыз, ол мектептің бір ұстаздары емес, бір қылмыстық топқа айналып кетіп жатқанда кездер болады. Кейінгі кезде енді оны тоқталсақ көп өте. Аймақтарда біздің кешегі ұстаздарымызды бір мектептен осынша жеп қойған, бір үлкен мекемелерден осынша тіптен миллиардтап кетіп жатыр. Осындай тәжірибе сізде болды ма? Жаңағы Испаткарметтен басқа бүгін қарап отырсаңыз, бір өте бейбіт, тіптен ешқандай қылмысқа қатысы жоқ деп ойлайтын ұстаздар қауымының өзі қылмыстық топқа айналып кетіп жатыр. Енді біздің тергеушілердің, біздің күштік құрылымдардың ақпараттарына сүйенетін болсақ. Болашақта енді мен ойламаймын, мектептегі ұстаздардың барлығы осындай бір ұйымдасқан қылмыстық топқа бірігіп алған екен деп. Бірақ қарасаңыз, іс-қимылдар осылай жаңа біздің субсидияға байланысты, ауыл шаруашылық саласындағы көп субсидиялардың қаржылары жымқырылған мысалы. Біз мысалы осы түзетуіміз арқылы тек көмектесіп қана қоймай, бір мысалы ұйымдасқан қылмыстық топтарға бір байқаусызда жол ашып бермейміз бе? Ондай да күдік, мысалы қорқыныш бар. Түсіндім, айтып отқаныңыз дұрыс деп ойлаймын, орынды деп ойлаймын. Жол ашу туралы жол ашпайтын шығарсыздар. Себебі тергеген кезде, адам тергеу жүргізген кезде, тергеуші, ол жерде ол нақты жаңағы жауап алғанда мысалы, жауап алған кезде, ол нақтылайды ғой, сұрақ береді. Адам өзі жаңағы тергеуші жауап алған кезде, мысалы, айтады, білген затыңызды айтыңыз дейді. Адам айтып болғаннан кейін сосын қосымша сұрақтар береді. Енді ол тергеуші болғандықтан, жаңағы істің мән-жайын білгендіктен, ол қандай жаңағы тәжірибесі жоғары көп тергеуші болатын болса, ол нақты өзіне керек, іске керек нақты сұрақтарды қояды. Сонымен қатар жаңағы қосымша қандай іс бойынша дәлелдеме болады, соларды көрсетіп тұрып сұрақ береді. Кейбір куәлар жаңағы ойдан құрастырған, ойланған нелер болатын болса, кей кезде шатасып кетеді. Енді Ереке, сөзіңіз аузыңызда, мына бүкіл Қазақстан халқының
назарында болып жатқан Шерзат ісі бүгін, иә. Бүгін бұл онлайн барлық каналдардан, енді тіптен сот ісінен, сот процесінен хабары жоқ қарапайым азаматтардың өздері тікелей қарап отырғанның өзінде бүгін қоғамда үлкен дау туғызып отыр. Мысалы, ол қылмыстық топ па, жоқ па, қылмыстық топ емес пе? Ол азаматтардың өздерін тыңдасаңыз, жаңағы күдікті азаматтардың өздері сөздерін тыңдап, біз ешқандай қылмыстық топ емеспіз деп отыр. Бірақ сөздері мен істері жанаспай жатыр. Көп жерде олқылықтар шығып жатыр. Бұл тағы да айтамын, ашық болып жатқан соттың өзінде осындай болып тұр. Ашық болып жатқан халықтың назарында. Тіптен енді бұған назар салмаған бүгінде адам жоқ. Күшті құрылымдардың барлығы бұл істі шамасы келгенше таза жүргізуге тырысып жатыр. Бірақ қарап отырсаңыз, олқылық өте көп. Осындай соттың өзінде осындай орын алып отырғанда деймін де, бізде енді жасыратын ештеңесі жоқ. Бұл мәселе біздің күшті құрылымдарға сенімсіздік емес, көз алдымызда өтіп жатқан дүние болғаннан кейін сосын осы біздің енгізіп отырған түзетулеріміздің маңызды екенін мысалы айтқым келіп отыр. Маңызды екенін. Өйткені көп жағдайда мысалы атақты қаңтар оқиғасы бар. Осы қаңтар оқиғасы кезінде мен депутат ретінде осы СИЗОларға барып, азаматтармен кездесіп, қамалған азаматтарды тыңдап отырып, соларды осы Ақжол фракциясының күшімен, осы жерде Ақжол партиясының басшылығымен бас прокурорға енгізіп, жаңа тізімді, сол жерде талай қазақтың жас азаматтары бостандыққа шыққан еді. Соғымен қатар қоғамға белгілі азаматтардың қатысуымен ше, бірақ олардың тағдыры үйтіп араласпағанда ары қарай не болар еді деп те ойлаймыз. Мысалы, көп жағдайда бізде заңдылыққа қарағанда мысалы заңсыздық көп орын алып кетеді. Кеше ғана Орал қаласының соттың төрағасын сол сот залынан жаңағы тұтқындап алып кетті. Ол нені білдіреді? Ол бүгін бізде сот саласында әділдік деген сот әділдігінің маңайында өте үлкен бүгін реформалар әлі қажет. Егер сот төрағасының, қалалық соттың төрағасын сот залынан тұтқындап алып кетіп жататын болса, бұл деген біздің сотқа деген бүгінгі сенімнің, жалпы бүгінгі халықтың сенімінің деңгейінің әлі де төмен екендігін білдіреді. Енді біздің тек қана бірақ ойымыз бұл енгізіп жатқан түзетулерді расымен де сот әділдігі болса екен дейміз. Біздің мемлекетіміздің, біздің Қазақстан Республикасының президенті Тоқаевтың билікке келгендегі ең басты айтылған жаңағы халыққа берген месседж дейміз, халыққа берген жаңағы үмітінің арқауы бұл әділдік болатын. Әділдік тек қана бұл қоғамдық қатынастағы билік пенен халықтың ортасындағы әділдік қана емес, бұл ең бірінші сот әділдігі деп. Сол сот әділдігіне біздің азаматтарымыздың жаңағы билікке деген сенімінің тіптен нығаюына әсер ететін осы бүгінгі мына еліміздегі болып жатқан іс түскен, әртүрлі іс болғанда да елді асырап отырған кәсіпкерлерді қылмыстық істің шарасына тартпау туралы президенттің өзі бірнеше рет айтты. Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлерді шотын бұғаттап, қылмыстық істің шарасына несіне ауқымына тартпауымыз керек деп. Көп рахмет сізге. Мына біздің енді жіберген бұл Ақжол партиясының түзетулері бұл қылмыстық кодекске, қылмыстық процессуалдық қылмыстық атқару кодексін жіберген біздің түзетулеріміз қазір неде жатыр? Үкіметтің сараптамасында. Үкімет сараптамасынан кейін бұлар қабылданған кезде болмаса ары қарай жұмыс кезінде тағы да хабардар етеміз. Сізге көп рахмет. Бүгін уақытыңызды бөліп келгеніңізге, осы әділдіктің таразысына өз дауысыңызды қосқаныңызға көп рахмет. Жақсы, рахмет сізге. Енді не істейміз?